Сәлем құрметті көрермен. Шұғыл және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Атырау көшелерін кәріз суы басты. Тұрғындар пәтерлеріне жағымсыз иіс сіңіп кеткенін айтты. Атырауда Нұрсая шағын ауданының көшелері мен аулаларының кәріз суы басты. Оған көршілес Жерұйық тұрғын үйіндегі кәріз жүйесінің істеген шығуы себеп болған, деп жазды Атырау пресс. Тұрғындар пәтерлеріне жағымсыз иіс сіңіп кеткенін, жаяу жүргіншілер жолынан өту мүмкін емес екенін айтып шағымданды. Балалар да ауладағы ойын алаңында ойнай алмай отыр. Балалар қазір демалыста, көбісі үйден шықпайды. Олардың ойнайтын жері жоқ. Ойын алаңдарын кір су басқан, иісі де жағымсыз. Апат кезінде жылу, ыстық және суық су өшіп тастаған. Олар ақша жинау керек болған кезде ғана пайда болады, деді Күншуақ тұрғындары. Күншуақ өткеліндегі үйлер 5 жыл бұрын пайдалануға берілген, бірақ тұрғындардың айтуынша қазір құбыры ай сайын бұзылады екен. Қала әкімдігі Нұрсая шағын аудандағы Жерұйық тұрғын үй кешенінде кәріз жүйесі істен шығып, апатты жағдай туындағанын хабарлады. Кәріз құдығы толып, бәрі ағып кетті. Сорғы істен шықты және ағынды су орталық кәріз жүйесіне жете алмады. Осы үйлерге қызмет көрсететін Сапа апаттан кейінгі жұмыстарды жүргізді. Ағын суды вакууммен сорылды. Сондай-ақ Светопаза қосымша техника бөлді, деп жауап берді қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі.